Сәлеметсіздер ме балалар? Жаратылыстану пәні 4-ші сынып 39-ші сабақ. Көңіл-күй жаттығулары. Балалар, шаттық шеңберіне жиналайық, шеңберге тұрайық. Достарымызбен қол ұстасайық. Барлығымыз жақсы көңіл-күйде бір-бірімізге қарап, күлкімізді сыйлайық. Көрсетілген суреттерге қарап, бір-бірімізбен амандасайық. Жүрекшелер шыққан сәтте бір-бірімізбен құшақтасып амандасасыздар. Алақан шыққан сәтте бір-біріңізбен қол ұстасып амандасасыздар. Күннің бейнесі көрінсе, бәріміз қолдарымызды жоғары көтереміз. Смайликтер шыққанда бір-бірімізге күлкімізді сыйлаймыз. Көңіл күйді көтеру үлкен өнер. Я, балалар, солай ма? Қанекей балалар, көңіл күйлерің қалай? Керемет, қолдарын көтереді. Сабаққа дайындықтарын қалай? Тамаша, алақандарын шапалақтайды. Ендеше сабағымызды бастайық. Бас бармақтарын көрсетеді. Еске түсір, ұсынылған суреттерге не ортақ? Электрлену. Электрлену дененің басқа денені өзіне тартатын қасиетке ие болу құбылысы. Электрлену қай кезде пайда болады? Үйкелу кезінде, жанасу кезінде пайда болады. Бүгінгі сабақтың тақырыбы электроскоп не үшін қажет? Оқу мақсаты түрлі материалдарды электроөткізгіштігін зерттеу. Алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Сабақ мақсаты оң және теріс зарядтар туралы білу. Зарядталған денелерді зерттеу үшін электроскопты қолдану. Материалдардың электроөткізгіштігін зерттеу. Алынған нәтижені түрлі формада ұсыну. Электр зарядының екі түрі бар. Оң және теріс заряд. Оң зарядтар плюс белгісімен, ал теріс зарядтар минус таңбасымен белгіленеді. Электр зарядтарының өзара әрекеттесуі. Бірдей белгілері бар зарядтар аттас деп аталады. Олар бір-бірінен тебіледі. Әр түрлі белгілері бар зарядтар әр аттас деп аталады. Олар бір-біріне тартылады. Электрлендірілген дененің қасиеті. Егер зарядталған денені зарядталмаған денеге жақындатса, онда олар өзара тартылады. Электроскоп бұл электр зарядтарын анықтауға арналған қарапайым құрылғы. Электроскоп модулін құру керек заттар: фольга, банка, қақпақ, сым, әрекеттер тізбегі. Фольгадан жіңішке жолақша қиып аламыз. Банкының пластик қақпағының ортасына сым өтетіндей тесік жасаймыз. Сымды қақпақ тесігінен өткізіп, иілгіш фольга жолақшаны сымның қақпақтан шығып тұрған бос ұшына фольгадан шар жасап орналастыр. Банканың қақпағын жап, құрылғы дайын. Екі электроскопты салыстыр, олардың қайсы электр заряды бар екенін көрсетеді. Егер электроскоп шарына электрлендірілген денені тигізсе, қиындының екі ұшы бір-біріне тебіледі. Яғни бірінші суретте көрсетілген екен. Екі электроскопты салыстыр. Қай электроскопта заряд жоғалып кетті? Неге екенін түсіндір. Егер электроскоптың шарына қол тигіз, электроскоп разрядталады. Себебі адам денесі жақсы өткізгіш. Электроскоптағы заряд адам денесіне өтеді. Міне екінші суретте көрсетілген екен. Ойланып дұрыс жауабын таңда. Жіпке ілінген шарлар зарядталған. Ілінген шарлардың зарядтары қандай деп ойлайсыздар? А оң, В оң, А оң, В теріс, А теріс, В теріс, А теріс, В оң. Яғни А оң және В теріс заряд екен. Сұраққа жауап бер. Егер суретте көрсетілген таяқшаны жіпке ілінген шарға әкелсе не болады? Таяқша тартылады, шар таяқшадан тебіледі, ештеңе болмайды дейді. Ал енді балалар, қай жауабы дұрыс деп ойлайсыздар? Шар таяқшадан тартылады. Әр түрлі зарядтары бар шарлар бір-біріне тартылады. Қандай жағдайда электрлендірілген шарлар бір-біріне тартылады? Қане балалар, жауабын айта қойыңыздар. Нөмір 2 және 3 жауаптары дұрыс екен. Суретке қарап сұраққа жауап бер. Біріншісі зарядталған, екіншісі зарядталмаған. Екі электроскоп берілген. Электроскоптың шарлары суретте көрсетілгендей таяқшамен жалғанған. Таяқша қандай материалдан жасалуы мүмкін? Металдан немесе пластмассадан? Пластмассадан. Балалар, үйде тапсырма, электроскоп не үшін қажет? Осы мәтінді оқып, балалар түсінгендерін айтып келесіздер. Бүгінгі сабақта нені білдім? Оң және теріс зарядтардың болатынын білдім. Зарядталған денелерді зерттеу үшін электроскопты қолдануды үйрендім. Мақсатыма жеттім. Сабақ
сондай ұнады, қуаныштымын. Менде бәрі керемет деп айта алмаймын, бірақ кейбір сәттерді жақсы деп айтуға болады. Менде бәрі тамаша. Қиындықтарға қарамастан барынша талпындым, дегенмен әлі де оқу керек. Міне осы смайликтердің біреуін таңдап, өздеріңіз кері байланыс жасайсыздар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.